Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз қазақ тілі сабағынан етістік тақырыбын жалғасын өтетін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берейік. Етістік дегеніміз не? Етістіктерге қойылатын сұрақтарды атаңыздар. Өсті, ойнады, сайрады сөзіне сұрақ қойыңыздар. Жарайсыңдар, балалар. Енді кітабымыздағы 6-шы жаттығуға назар салайық. Суреттердің көмегімен мәтін құрастырып жаз. Мәтініңді көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты сөйлемнен баста. Балалар, кітапта қай мезгіл суреттелген? Дұрыс айтасыңдар, көктем мезгілі суреттелген. Көктем мезгілінде табиғат оянып, жануарлар да, аю да ұйқысынан тұрып, құстар жылы жаққа ұшып келеді. Көктем мезгілінде бүкіл табиғат жер ана оянып, жаңа түске енеді. Жазған мәтіндерінен етістіктердің астын сыз. Бұл тапсырма, балалар, сіздерге үй жұмысы ретінде беріледі. 7-ші жаттығуға назар салайық. Берілген заттардың бәріне ортақ етістікті тап. Балық, кеме, үйрек. Балалар, бұлардың барлығы қайда болады? Дұрыс айтасыздар, суда болады. Егер олар суда болатын болса, оларға ортақ етістік не деп аталады? Дұрыс, жүзді болады. Балық жүзді, кеме жүзді, үйрек жүзді. Келесін қарайық. Бүркіт, ұшақ, инелік. Бұлардың барлығының несі бар, балалар? Қанаты бар. Қанаты бар болғандықтан бұларға ортақ етістік не деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, ұшты немесе ұшады болады. Бүркіт ұшты, ұшақ ұшты, инелік ұшты. Бұл тапсырманы біз ауызша орындадық. Енді келесі тапсырмаға назар салайық. 8-ші жаттығу. Сөздерді үлгі бойынша сұраққа жауап етіп жаз. Бұдан қорытынды жасап көр. Бізде берілген сөздер: сөйле, оқы, жаз, кел, шақ. Үлгіде не істеді, не істейді сұрағы берілген. Тасыды, не істеді, тасыды. Не істейді, тасиды. Тікті, не істеді, тікті. Не істейді, тігеді. Балалар, үлгідегі сұрақтың бір-бірінен айырмашылығына қарайықшы. Бұлардың айырмашылығы неде деп ойлайсыздар? Не істеді сұрағы іс-әрекеттің болғанын білдіреді. Ал не істейді сұрағы іс-әрекеттің енді болатынын білдіреді. Қайталаймын, балалар. Не істеді сұрағы іс-әрекеттің болғанын білдіреді. Ал не істейді сұрағы іс-әрекеттің енді болатынын білдіреді. Сіздер үлгідегідей қылып, мына жерде сөйле сөзін жазасыздар. Сөйле. Не істеді? Сөйледі. Не істейді? Сөйлейді. Оқы. Не істеді? Оқыды. Не істейді? Оқиды. Оқиды сөзін жазғанда балалар дауысты әріпі жалғанғасын түсіп қалады, балалар. Соны жақсылап ескерейік. Келесі жаттығу. 9-шы жаттығу. Анаңмен зо дүкеніне бардың. Саған тор ішіндегі тотықұс қатты ұнады.
сатып алу туралы өтінішіңді анаңа қалай жеткізесің? Ол үшін төмендегі 3 өтініштің қайсысын таңдайсың? Бірінші өтініш. Анашым, мен мына тоты құсты аламын. Екінші өтініш. Анашым, мына тоты құсты алып беріңізші. Үшінші өтініш. Анашым, әдемі тоты құс екен, алайықшы. Мен өзім қарауға уәде беремін. Балалар, бұл жерде үшінші өтінішті таңдаған өте дұрыс болады. Себебі өтінішті әдемілеп жақсы қылып сұрасақ және оны қарауға уәде берсеңіздер, онда аналарыңыз сіздерге міндетті түрде тоты құсты алып береді. Балалар, бұл жаттығуды біз ауызша орындадық. Енді 10-шы жаттығуға қараймыз. Көркем жазу, яғни бұл жаттығудағы сөздерді балалар бас әріптерін әдемілеп, ал кіші әріптерін сызықтың ішіне толтырып, бір-бірімен әріптерді дұрыс байланыстырып, көлбеу жазуымыз керек және сөздердің арасындағы арақашықтықты сақтауымыз керек. Ақылды бала айтқызбай біледі. Жаттығуды орындап болған соң, мына сөздерге қарайық. Сәйкестендір тапсырмасы. Бұл жерде сіздерге арыстан, ара, бұлбұл және ит берілген. Сонымен қатар етістіктер берілген. Бұл жердегі етістіктерге зат есімдерді біріктіреміз, сәйкестендіреміз. Ара не істейді? Арыстан не істейді? Бұлбұл не істейді? Ит не істейді? Бұл жердегі етістіктердің барлығына балалар біз не істейді сөзін сұрағын қойдық. Яғни бұл іс-әрекеттер енді болады. Тапсырма. Білімді бекітуге арналған тест сұрақтары. Етістік дегеніміз не? А. Заттың атын білдіретін сөздер. Қимылды білдіретін сөздер. Б. Заттың түр-түсін білдіретін сөздер. Екінші сұрақ. Етістік тобын тап. А. Аспан, су, жаңбыр. Алма, қызыл, кітап. Б. Оқыды, жазды, тербеледі. Балалар, осы сұрақтардың жауабын маған өзімнің жекеме жауаптарын жазып жіберіңіздер. Үй тапсырмасы 6-шы жаттығу. 73-ші бет. Көктем туралы мәтін құрастыру. Жазу, етістіктердің астын сызу. Сау болыңыздар балалар. Осымен қазақ тіл сабағы аяқталды.